Радикализм бастау, терроризм салдар. Қазіргі қоғамдағы ең күрделі қауіптердің бірі радикализм мен терроризм құбылыстары. Радикализм мен терроризм бір ұғым емес, бірақ бір-бірімен тығыз байланысты құбылыстар. Радикализм ойдағы шектен шығу, ал терроризм сол шектен шыққан ойдың зорлыққа айналған салдары. Терроризм бір күнде пайда болмайды. Ол әрдайым радикал ойдың ұзақ уақыт бойы қалыптасуының салдары болып табылады. Радикализм адамның әлемді тек ақ және қара деп қабылдауынан басталады. Мұндай көзқарас өзге пікірді жоққа шығарып, төзімсіздік пен өшпенділікті қалыптастырады. Ал төзімсіздік күшейген кезде радикал ой әрекетке көшіп терроризмге жол ашады. Радикализмнің ең үлкен қаупі оның бастапқыда қылмыс ретінде көрінбеуі. Ол алдымен санада, көзқараста, сөзде қалыптасады. Радикал ойы бар адам біртіндеп төзімділіктен айырылады және өз пікірін күшпен таңуға бейім келеді. Осы кезеңде радикализм қоғам үшін елеусіз көрінуі мүмкін. Алайда дәл осы сәт ең қауіпті кезең. Көп жағдайда радикализм әділет, сенім немесе шынайы жол іздеу ұранымен көрінеді. Бірақ бұл ұрандар адамның сыни ойлауын әлсіретіп, зорлық, зомбылықты қажетті шара ретінде ақтауға әкеледі. Осы сәттен бастап радикализм қауіпті сипат алып, қоғамға тікелей қатер төндіреді. Терроризм белгілі бір идеяның шыңы емес, радикал сананың күйреуі. Ол бейбіт өмірге, адам қауіпсіздігіне және қоғамдық тұрақтылыққа қарсы бағытталған. Сондықтан терроризммен күрес тек салдарымен емес, оның бастауында тұрған радикал ойды ерте анықтаумен тиімді болады. Терроризм радикал ойдың шегіне жеткен көрінісі. Террористік әрекеттер ешқашан белгілі бір идеяның жеңісі емес, керісінше адамгершілік пен ақылдың жеңілісі болып табылады. Қорытындылай айтқанда, радикализмді дер кезінде тоқтату терроризмнің алдын алудың ең маңызды жолы. Бұл үшін білім, диалог, ұлттық сана және құқықтық мәдениет басты құрал болуға тиіс.